Сәлеметсіздер ме балалар, математика 4-ші сынып 35-ші сабақ. Бүгінгі сабақта балалар тікбұрышты параллелепипедтің көлемін табу формуласын құрастыруды және қолдануды үйренесің. Бірінші есепте күнделікті өмірде сен осындай пішінде заттарды жиі кездестіресің. Мұндай геометриялық фигуралардың қалай аталатынын есіңе түсір. Есіңде сақта, біз көлемін табу үшін балалар v тең a көбейту b көбейту c, яғни ұзындығы ені биіктігін көбейтеміз. Ал текшені табу үшін бар қабырғаларын көбейтеміз. Сонда a-ның кубы деп аталады. Екінің астында параллелепипедтің көлемін тап. A бізде 9 см, b 3 см, c 4 см, көлемі белгісіз. Формуланы еске түсіреміз. A, b, c көбейту 9-ден 3-ті көбейтіп, 10-ны 4-ке көбейтіп, 108 см куб шығады. Екінші бізде фигурада A тең 9 см, b тең 3 см, c бізде 1 см. 9-бен 3-ті көбейтіп, 10-ны 1-ге көбейтсек, 27 см куб шығады. Үшінші фигурамызда A тең 3 см, b текше белгісіз. Біз формулаға сүйенеміз. A көбейту A тең A-ның кубы. V текше бізде 3 көбейту 3 тең 27 см куб. Бұл текшенің кубы, көлемі 27 см куб болып табылады. Екінің әсі белгілер шамалары бойынша параллелепипедтердің көлемін тап. Ұзындығы 9, ұзындығы ені, биіктігі, көлемі берілген, бізде көлемі белгісіз. A тең 9 см, b 8 метр, c 7 метр. 9 бен 8-ді көбейтіп, 10-ны 7-ге көбейтсек, 504 метр куб шығады. Екіншісінде A тең бізде 10 см, b тең 5, 8, c бізде 8 сантиметрге тең. 10-ды 5-ке көбейтеміз, 10-ны 8-ге көбейтсек, сонда бізде 400 сантиметр куб шығады екен. Үшінші есепте бізде A тең 8 дециметр, b тең 4 дециметр, c бізде 3 дециметр. 8-ді 4-ке көбейтеміз, 10-ны 3-ке көбейтсек, 96 дециметр куб шығады. Үшінші көрсетілген өлшем бірлігіне өрнекте 12 метр кубты дециметрге айналдырсақ, 12 мың шығады. 12 дециметр куб шығады. 12 дециметр куб, 12 мың сантиметр куб. 3 метр куб, 3 мың дециметр куб. 1 миллион миллиметр куб, 1000 сантиметр куб. 1 дециметр куб, 1000 сантиметр куб болады. 1000 сантиметр кубымызды миллиметрге айналдырсақ, 1 миллион миллиметр куб. 1 метр біздің кубымыз 1000 дециметр куб, 1000 дециметр кубымыз 1 миллион сантиметр куб болады екен. Төртінші есеп, ұзындығы асы 25 метр, ені 10 метр, ал тереңдігі 2 метр болатын бассейннің көлемін тап. A 25 метр, b 10 метр, c 2 метр. 25-ті 10-ға көбейтіп, 10-ны 2-ге көбейтсек, 500 метр куб. Бұл хауыздың көлемі 500 метр куб. Осы бассейннің бүйір жақтауын ауданын тап дейді. A бізде 25 метр, b 20 метр, c бізде 2 метр, S1 белгісіз, S2 белгісіз. S1-ді табу үшін 25-пен 2-ні көбейтеміз, 50 метр квадрат. S2-ні табу үшін 10-ды 2-ге көбейтеміз, 20 метр квадрат. S1 20 метр квадрат, S2 50 метр квадрат, S2 20 метр квадрат. Бесінші есепте балы аквариумның пішіні тікбұрышты параллелепипед тәрізді. Бұндай қырлардың атауын және олардың мәнін жаз, оның табанының ауданы және өлшемдері бойынша әртүрлі екі жағын ауданын тап. Көлемін есепте аквариумды жартылай толтыру үшін қанша су қажет? Бірдей қырлар A, B, C, D, H, Z, E, F қырлар B, C, E, H, F, Z, A, B. VE, SH, TZ, AF қырлары.
А тең бізде 40 сантиметр, Б 20 сантиметр, С 30 сантиметр. SM бізде белгісіз, S1 белгісіз, S2 белгісіз, Б белгісіз. А мен бұны көбейту арқылы біз 40 пен 20-ны көбейтеміз, 800 сантиметр квадрат. S1-ді табу үшін 40 пен 30-ды көбейтеміз, 1200 сантиметр квадрат. S2-ні табу үшін 20 мен 30-ды көбейтеміз, 600 сантиметр квадрат. В-ны табу үшін бар қабырғаларын көбейтеміз, биіктігін 40 пен 20-ны көбейтіп, одан шкацанды 30-ға көбейтсек, 24 мың сантиметр куб. Бұны 2-ке бөлеміз, 24-ді 2-ке бөлсек, 12 мың сантиметр куб. Жартылай толтырылған бұл. Яғни бізге жартылай толтырылған тап деді ғой. Аквариумның табан ауданы 800 сантиметр квадрат, бүйірінің аудандары 1200 сантиметр квадрат, 600 сантиметр квадрат, көлемі 24 мың сантиметр куб. Аквариумда жартылай толтыру үшін 12 мың сантиметр су қажет. 6-шы аквариумда текше пішінді деп алып, осыған ұқсас есеп құрастыр. А тең 25 сантиметр, SM белгісіз, В белгісіз. В-ны табу үшін А-ның кубы бізде 25 көбейту 25 көбейту 25, 15625 сантиметр куб. SM тең болады А квадрат, 25 көбейту 25 тең 625 сантиметр квадрат. Текшенің ауданы 625 сантиметр, көлемі 15625 сантиметр куб. 7 текше мен төртбұрышты параллелепипедтердің жазбаларын салыстыр, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын тап, қарама-қарсы жақтарының атауын жұптап жаз. Текше бізде STEF пен HOPR, AVSR мен FGMH, SPHR мен GKLM. Параллелепипед EHK мен SLVF, HR, QS пен FH, NSK, HSPK мен NDTS. 8 өрнектерінің жазбаша есепке тексеруін оқымаймын балалар. 475.001 мен 9802-нің айырмасы 465.199. 4148 бен 614.901-дің қосындысы 619.049. 910 мен 567 мен 98.001-дің айырмасы 12.566. 59.826 мен 7-нің көбейтіндісі 418.782. 90.147 мен 4-дің көбейтіндісі 360.588. 51.405 пен 9-дің көбейтіндісі 462.645. 15.920 мен 5-дің бөлінісі 3.184. 293, 29.340 пен 9-дің бөлінісі 3.260. 614.820 мен 2-дің бөлінісі 307.410. 9-шы есеп, ойлан және жауап бер. 2 қорапта 1200 грамм кәмпит бар. 1 қораптан екіншісіне 50 грамм кәмпитті ауыстырып салғанда екеуінің массасы теңесті. Бастапқыда қораптардың массасы қандай болған? А тең 12 сантиметр, В 4 сантиметр, С бізде 6 сантиметр. Үшеуінің көбейтіндісі 288 сантиметр куб. В тең сонда бізде 288 сантиметр куб болды. Екіншіде А бізде 5 сантиметр, В бізде белгісіз. Бұны табу үшін текшені, яғни табу үшін барлық қабырғаларын А-ны көбейтіп шығамыз. 5-ті 3 рет көбейтеміз, сонда 125 сантиметр куб шығады. 10-шы есепте қораптың көлемін есепке. Бізде бірінші қорапта А бізде 12 сантиметр, В 4 сантиметр, С 6 сантиметр. 12 мен 4-ті көбейтіп, 16-ға өтсек 288 сантиметр куб. Жауабы В тең 288 сантиметр куб. Екінші біздің қорамыз
А теңбизде 5 сантиметр текше берилип тұр. Барлық кабыргалары, бийиктиги, узундугу эни бирдей деген сөз. Ендеше муну 3 рет көбейтеміз. 5 көбейту 5, 5 оны 5-ке көбейтем. 125 сантиметр куб. Текшенің бұл көлемі. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.